Бұл Тенгриньюс мақаласы. Онда зорлық нәтижесінде дүниеге келген бүлдіршіннің анасы туралы жазылған. Мақаладан баланың суреті, аты жөні және жеке деректерін көруге болады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің Instagram парақшасында көп балалы отбасыларға азық-түлікпен көмектескені туралы жазба жарияланды. Фотода ата-аналардың беті бұлдырланып, тек балалардың жүзі көрсетілген. 2019 жылы Ақтөбеде зорлық көрген 9 жасар қыз баланың және ата-анасының аты жөні, жұмыс орны, оқиғаның мән-жайы көрсетілген полицияға арналған анықтаманың суреті WhatsApp желісінде тараған. Осы оқиғалардың ортақ тұсы бар. Бұл баланың құқығын аяққа таптау, сонымен бірге балалардың жанына жазылмайтын жара салу деп есептеймін. Енді жалпы бізде баладан рұқсат сұрау, баладан бір нәрсеге келісімін сұрау деген жалпы жолға қойылған жоқ әлі. Біз мысалы қарапайым баламызды бір жерге апару керек, беру керек, шығару керек болса да, одан рұқсат сұрай бермейміз. Барасың, осыны айтасың, шығасың дейміз деген сияқты да. Ал енді оның жанында жаңағындай жағдайларда тіптен ешкім рұқсат сұрап жатқан жоқ, шын айтса. Сосын енді көп жағдайда даже журналистердің өзі балалардың бір суретін, видеосын түсіріп жариялай салған кезде, олар сол үшін де рұқсат сұрау керек екенін білмейді да көбі. 2017 жылдың 28 желтоқсанында бақ туралы заңның 14-ші бабы 3-ші және 4-ші тармақпен толықты. Жаңа тармақтарға сәйкес, құқыққа қарсы әрекеттер салдарынан зардап шеккен бала және қандай да бір құқық бұзушылықтарды жасады деп күдікке ілінген немесе айыпқа тағылған кәмелетке толмағандар туралы олардың жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін өзге де ақпараттар таратуға тыйым салынды. В частности, нельзя отныне распространять персональные данные и любую информацию о детях, которые пострадали от насилия, детях, которые подозреваются в совершении преступлений, то есть поскольку это достаточно уязвимая категория. Это распространяется не только на средства массовой информации, но и на всех пользователей. То есть сказано, что запрещено это делать в сетях телекоммуникаций. К сетям телекоммуникаций у нас относятся, соответственно, интернет, любые мессенджеры и так далее. Оған дейін ондай арнайы бап болған жоқ, сіз соған сенесіз бе? Сондықтан бір кездері білесіз, мына неде Шымкентте Абай ауданы ғой дейін бір жас бала зорлыққа ұшырайды үлкен жігіттердің тарапынан. Сол баланың суретімен, аты жөнімен, әжесімен, ана отырған баланың суретімен кәдімгідей кадрда көрсетіліп отырды толығымен. Бұл дегеніңіз, меніңше журналистердің мына этикадан хабардар болмауы, екіншіден ондай талаптардың болмауы. Почему, собственно, были приняты эти поправки? После ряда случаев, когда наши, такие, наверное, да, неравнодушные граждане, что любят делать? Они любят рассылать в WhatsApp фото детей, пострадавших от насилия. И это, на самом деле, ужасно. Это нарушение всех этических норм. И когда уже невозможно стало регулировать это с помощью каких-то этических норм, то, соответственно, наши парламентарии выдвинули идею принять такого рода поправки. То есть запретить полностью публикацию любой биометрической информации, персональных данных о детях, которые бы позволяли их идентифицировать. Бірақ енді мен сізге тағы бір мәселені айтайын. Біз баладан рұқсат алдық, баланың әке-шешесінен рұқсат алдық, баланың жаңағы бағушыларынан, қарап отырғандардан, опекундарынан рұқсат алдық деп жариялап жіберетін жағдайлар болады. Бірақ ескертетін жағдай, баланың бағушысынан 1000 жерден рұқсат алсаңыз да, ата-анасынан рұқсат алсаңыз да, ол суретті жариялауға болмайды. Өйткені ертең бала 18-ге толғаннан кейін сұрауы мүмкін. Ол жәбір көрген баланың, мысалы, жәбір көрген баланың болашағына үлкен кесірін тигізуі мүмкін. Оның маңайындағы достары, маңайындағы жаңағы бірге өскендері оның баланы көрсе, бізде ең қатыгез адам бала деп айтамыз. Балалар бірін-бірі көзге шұқып, жаңағы кемшілігін көрсетіп, бірін-бірі мазақтайды.
бұның соңы бір трагедияға апаруы мүмкін, суицидқа апаруы мүмкін. Сондықтан бұндай жағдайда баланың аты жөні толығымен айтылмауы керек. Мұндай құқық бұзу салдарынан бала қысымға ұшырайды, коммуникация жасауы қиындайды және соңында үлкен трагедияға алып келуі мүмкін. Ал осыған дейін сөз болған бақ туралы заңның 14-ші бабының 3-ші және 4-ші тармағына қайшы ақпарат таратса, 5, 25, 50 немесе 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Яғни, бала құқығын бұзған жеке тұлға бар болғаны 14.585 теңге көлемінде ақша төлейді. Предусмотрен штраф от 5 до 100 месячных расчетных показателей, но за вот эти 2 года, что приняты поправки, я не помню ни одного случая, чтобы кто-то понес наказание. Потому что журналисты и СМИ, в общем-то, они сразу довольно быстро осознали ответственность, и они просто этого не делают. Что касается людей, которые распространяют видео и фото, а это происходит и сейчас, то есть вот, к сожалению, самая проблемная наша часть сейчас это вот эти WhatsApp, группы в WhatsApp, где люди пересылают, абсолютно не задумываясь о том, является это нарушением закона или нет. И вот там очень сложно найти первоисточник, то есть кто это сделал и каким образом его наказать. Вот я пока не встречала, но мне кажется, что когда я смотрю на вот это безобразие, которое творится в чатах WhatsApp, мне очень хочется иногда, чтобы человека, который это начал делать, его нашли, наказали, и чтобы это было примером других. Потому что, вот, к сожалению, каким-то другим образом там, объяснять нашим людям невозможно. Когда мы пишем о том, что перестаньте это делать, например, в Фейсбуке кто-то начинает публиковать фотографии, а мы говорим, перестаньте это делать, это запрещено законом, нам говорят, не я же это начал. То есть до меня уже это сделали, а раз не я это начал, то значит я это буду делать дальше. Тут еще надо сказать, наверное, про исключение, что все-таки в законе есть исключение, когда можно публиковать. Когда вы можете публиковать изображение ребенка, если он признан виновным в тяжких и особо тяжких преступлениях, если информация получена из органов следствия официально, да, там, например, с пресс-службы, департамента полиции или МВД, и если есть согласие родителей, либо если ребенку больше 14 лет, то есть его согласие и согласие его родителей. То есть, но опять же, что касается получения информации из официальных органов, мы всегда советуем журналистам, несмотря на то, что да, они получили эту информацию, они могут ее публиковать, все-таки оценивать с точки зрения этики. Потому что иногда наши официальные органы, там происходят ошибки, и они раскрывают информацию, которую нельзя опубликовать. То есть поэтому всегда все-таки нужно трезво оценивать, насколько эту информацию нужно ли публиковать и не повредит ли она ребенку. Сарапшылардың сөзінше, заңға өзгеріс енгеннен кейін көбі медиада балаға қатысты ақпарат таратуда жауапкершілікті сезінді. Бақ құралдары сурет пен видеоны жариялағанда бұлдырлату, пикселизация секілді әртүрлі тәсілдермен бала бет-бейнесін жасыра бастады. Ол біршама өзгерді. Заңның талабы бәрібір адамдарға әсер етеді екен, оны байқадық. Бұрын сыйақы таратып жатқан, азық-түлік таратып жатқан кезде балалардың суреттерін айғайлатып бере беретін да. Қазір енді тағы бір мәселе, халықтың арасында осы нәрсе жақсы талқыланатын болды. Қазір енді біздің Фейсбуктың қазақ сегментінде мына журналистер өте көп отырады. Сосын сол журналистер осындай тақырыптарды талқылаған кезде өте жақсы талқылау жасайды және осы мәселелерді үнемі ескертіп отырады журналистерге. Солай істеуге болмайды, былай істеуге болмайды. Сондықтан бұл біршама біршама бір жақсы жағына қарай әсер еткен жағдай болды. Аз қамтылған отбасылар дейміз ба, немесе жағдайы төмен отбасыларға мына Нұр Отаннан тағы басқа жерлерден азық-түліктер таратылды. Сол азық-түліктер таратылған кезде біз азық-түлік тараттық деп балаларды азық-түлік таратып жатқан үйлердің балаларының суретін түсіріп алған, видеосын түсіріп алған, соң енді фотоотчет, видеоотчет қажет болған шығар, енді соны әлеуметтік желіге таратып жіберген жағдайлар өте көп кездесті. Бұл да өте өрескел нәрсе, мысалы, ана адамның кедей екендігін, оның отбасының
азық түлікке жармай отырғандығын бір есіне салу, қайта-қайта ескерту деген сияқты нәрселер. Осындай нәрселерде біз бір сақ болуымыз керек. Мысалы бізде балаларға қатысты қылмыс, зорлық, немесе балалар арасындағы суицид болған кезде бізде визуал материалмен өте көп проблема бар, білесіздер. Бұл жағында ескеру керек. Сосын міндетті түрде қап-қара түнекке баланы бүйтіп бетін басып жылап отырған суреттерін салып қояды. Я болмаса элементарно, мысалы, көп журналистер суицид туралы материалды қалай беру керек екенін білмейді. Әсіресе ол балаға қатысты болғанда. Ол жерде бір инструкция құсатып тұрып беретіндер бар. Мынандай уақытта бүйткен екен, содан барып осылай істепті деген дейді. Осындай нәрселердің дұрыс емес екенін түсіну керек те. Жаман нәрсені мүмкіндігінше подробно айтпауға тырысу керек қой. Ал бізде бала қандай да бір қылмысты қалай жасай алатынын подробно түсіндіреді. Немесе компьютерный клубтағы балалар түсірсе де, ол балалардікі дұрыс емес, ата-анасының жіберіп алған қателігі шығар, бірақ бәрібір ол балалардың суретін жариялап жүрудің қажет жоқ та. Көшеде, мысалы, біреу машине жуып жүрген балаларды кейде жариялап жібереді. Жақында мен өзім, мысалы, бір қатты ренжігенім бар, бір үлкен белгілі блогер сондай бір қайырымдылық ақша жинады да, сөйтіп балаларды көрсетті. Ол балалар кәдімгідей жасөспірім балалар да, ол ертең мектепке бармай ма, оны балалар мазақтамай ма. Қазір онсыз да балалар деген өте қатыгез болып кеткен, барлығы инстаграмда, мессенджерға тарата береді адамдар. Біреудің дұрыс емес-ау деп ойланбастан бірінен кейін біріне тарата береді де. Өткенде бір кішкентай балалардың суретін көрсетіп жатыр да, шешесі балаларды қазір келемін деп таңертең кеткен, үйінің қасындағы дүкенге қалдырып кеткен екен. Сосын келмеген да, түнгі бір уақытқа дейін, 12 сағат бойы келмеген. Соны үлкен айғай-шу оқиға қылып телеарнадан көрсетіп жатыр да, ең соңында айтады. Бұл балаларды анасы үш адамнан некесіз тапқан дейді. Сіздер өздеріңіз ойлап көріңіздер, балалардың беті ашық, не қылып жатыр. Оны бір талай адам біледі, сонда ол әйелдің балаларын некесіз тапқандығы ақпаратқа қаншалықты қажет? Мамандардың айтуынша, бұл проблеманы шешудің басты жолы ақпарат таратуда жауапкершілікті сезіну. О чем это может говорить? О, наверное, не очень хорошем знании, во-первых, этических стандартов, потому что все-таки все, что касается уязвимых категорий, да, это вот как раз несовершеннолетние, это люди больные определенными заболеваниями, сироты и так далее. К ним во всем международном сообществе, журналистском отношении должно быть максимально корректным и осторожным. Ну, еще говоря про законы, надо добавить, что на детей, как, собственно, на всех граждан, да, взрослых, распространяются все те же законы, которые у нас существуют. Например, вот есть право на собственное изображение. Это как раз о том, что нельзя фотографировать и снимать детей без согласия их законных представителей. То есть это родители, это их опекуны. Если, и что еще часто у нас люди любят делать, фотографировать на улице, вот увидели красивых детей, снимают, да, и выкладывают в сеть. То есть вот этого тоже делать нельзя, потому что это нарушение права на собственное изображение. И для того, чтобы выложить это в сеть, обязательно нужно разрешение родителей. Мысалы, ақпарат құралдары бізде балаларға қатысты бір позитивный, жақсы жаңалықтарды көп бере бермейді. Мысалы үшін, дәл қазір бізге ақпарат келіп түсіп жатыр. Дильназ Камалова деген біздің Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы бар. 17 жаста, өзі робототехникамен айналысады, бірнеше өзінің жобалары бар, Google-дың кеңсесіне дейін барып келген. Сол Дильназ, мысалы, Гарвард университетіне түсіпті, Гарвардтан шақырту алып отыр екен. Сонымен бірге бір дәрі салатын, ақылды қобдишаны жасап, соған жасауға патент алыпты. Осы ақпарат неге жариялауға болмайды? Бізде оны көп жарияламайды. Бізде міндетті түрде балаға қатысты балалар газетінен басқа жердегі, басқа медиадағы ақпарат, ол міндетті түрде зорлап кетті, ұрып кетті, балалар аш, жалаңаш деген сияқты, да? Какие правила? Главное правило, которым нужно руководствоваться: не навреди.
потому что журналист всегда должен понимать, что любую информацию, которую он публикует о ребенке, ее могут использовать не, скажем, в очень хороших целях. Поэтому, публикуя информацию о детях, например, которые находятся в трудной жизненной ситуации, да, или жертвы насилия, нужно всегда быть очень осторожным. Я понимаю, как журналист, я понимаю, что у журналиста всегда стоит перед ним дилемма. То есть ему хочется создать сенсационный материал, а дети — это скажем, идеальный инструмент для создания сенсационных и скандальных материалов, потому что это что-то очень близкое душе, это всегда очень людей трогает, люди очень начинают активно реагировать, сопереживать, сочувствовать. То есть любые сенсационные материалы, связанные с детьми, всегда уходят на ура. И вот дилемма между тем, что надо сделать сенсационный материал и желанием это сделать, и необходимостью соблюдать закон и этические нормы. Поэтому все-таки, каким бы ни было желание привлечь публику, да, каким бы ни было большим желание собрать там количество просмотров, лайков и так далее, да, и там репостов, в первую очередь нужно думать о том, не будет ли этот материал ребенку вредить. Ең бірінші біздің бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері жалпы бала құқығы туралы бізде заң бар ғой. Отбасы және бала құқығы туралы. Сол заңды бірінші заңмен танысып алу керек. Балалардың жалпы қандай құқықтары бар, балаларды жариялаған кезде қандай ережелерді сақтау керек, осы нәрселерді бірінші білу керек. Екінші, қандай жағдай болсын, қандай күйіп бара жатқан мәселе болсын, баланың аты жөнін, әке шешесінің аты жөнін және суретін жарияламауға тырысу керек. Жариялаған күннің өзінде жасырын көрсету керек, иә? Если вы видите какую-то информацию о детях, которая может быть чувствительная, которая может как-то ребенку навредить, либо повлиять на его дальнейшую жизнь, остановиться и подумать, 10 раз подумать, прежде чем делиться, причем с какими-то, знаете, там, такими фразами: ужас, кошмар, что-то надо делать, срочно помогите и так далее. По сути, вот эти всплески эмоций, они никак в ситуации не помогают, но они создают вот эту ненужную скандализацию. Поэтому главное это вот повышать критическое мышление, медиаграмотность. Пока у нас в обществе люди этого не будут делать, у нас, к сожалению, будут очень печальные последствия, мне кажется. Кез келген біреуге қатысты нәрсені жариялаған кезде, осы нәрсем заңға қайшы емес па, осы менің жазғанымнан мына бала зардап шекпей ма деген нәрсені бір рет болса да өзімізге қойып көрсек, онда соның өзі де кәдімгідей көмек болады деп ойлаймын да. Жалпы ешкімнің баласының құқығы тапталмасын, ешқандай бала зәбір көрмесін, ешқандай бала қорлық көрмесін. Және соған біз бүкіл қоғам болып әрекет етуіміз керек.